кейін қағаздарымызды, яғни жан-жақтағы қоқыстарды жинаймыз. Ол қоқысты ашамыз, қоқысты естіміз, іске асырамыз өзімге, иә. Ашқан кезде не шығады? Ең басында топ шығады. Жер тобы мына жаққа, ай тобы мына жаққа, күн тобы мына жаққа отырамыз. Шығамыз. Жиналды, қоқыстарымызды қайтадан ашамыз, топ болып жинақталғандықтан. Енді ашқаннан кейін қараңыздар, сөз берген, иә, тіркестер берген. Сол тіркестерді құрастырамыз, жылдамдарды топ болып. Жылдамдарды құрастырамыз. Ол жерден не шығады? Белгілі бір өлең шығу керек, иә. Барлығы бірге. Жылдамдатамыз. Иә, қоқыстарымызды тиімді пайдалану үшін бұл біздің алдыңғы 90-да өткен тақырыбымызға байланысты. Не шығады екен? Қане жылдамдатамыз? Иә, қайтып бірінші болып аяқтайды екен? Иә, табылды ма? Сіздер дайынсыздар ма? Жылдамдатамыз? Сіздер? Дайын ғой, иә? Төртеуі, бірігі. Дайын ғой, иә? Болды, жақсы жарайсыздар. Енді қараңыздар. Бәрі немесе сөз бастау керек. Қол бастау қиын емес, көп найзалы ерің болса, жол бастау қиын емес, соңынан берген керек болса. Тауып айтсам мереке қылады, таппай айтсам келеке қылады. Жақсы. Иә, ретімен көрсете қойыңыздар. Тексерейік. Бәрінен сөз бастау қиын дейді. Қол бастау қиын емес, көк найзалы ерің болса. Жол бастау қиын емес, соңынан ерген ерің болса. Тауып айтсаң мереке қылады, таппай айтсаң келеке қылады дейді. Енді қараңыздар, соңғысы дұрыс. Жол бастау қиын емес, соңынан ерген ерің болса деп басталады екен өлең. Одан кейін қол бастау қиын емес, көк найзалы иә. Қандай сөздер тобына жатады? Өлең, жыр, шешендік сөздер. Қайсы шырады? Шешендік сөздер. Жақсы, сіздердікі. Қане оқимыз аны? Бірге алған жігіттен бері-бері ескі артық, байлауы жоқ шешеннен үндемей отырған ескі артық. Қардан алған түйеден адалған жиған ешкі артық, мұнарын алған күндізден жылызды жарық күні. Жақсы, тыңдаймыз. Бірінші топ. Бәйге алмаған жүйріктен бері-бері бес артық дейді. Байлауы жоқ шешеннен үндемей отырған ескі артық. Қарадан алған түйеден адалдан жиған ешкі артық. Мұнарланған күндізден жылызды жарық түн артық дейді. Міне, дәл осы ретпен дұрыс таптыңыздар. Я, бұл қандай өлеңдер тобына жатады екен? Сосын шешендік сөздерге жатады. Шешендік шықыларына жатады. Қараңыздар, сөзіне сүттей ел ұйып, қолтығына ел сыйып, басына бақыт қонбаса, шешендіктің сәні жоқ. Дұрыс? Я, дұрыс жарайсыздар. Ал сіздердің өлеңдеріңіз? Жақсы, жарайсыздар. Енді өткенді қайталаңыздар, араларыңыздағы ең батыл оқушыға беріңіздер бағалау қарағын. Жақсы, енді қараңыздар. Мына суреттерден біз не көріп отырмыз? Қарайықшы барлығымыз бірге. Экология. Жақсы. Экологияны қараймыз. Экологияны шығарып, тағы не көрінеді? Қоқыс, зауыттардың, оның ластануы, жалпы көріп отырсыздар, алдарыңызда қоқыс болды. Мына суреттерге қарап, бұл суреттерді біріктіретін қандай идея деп ойлайсыздар? Тағы экология. Экология дегенде ойларыңызға не келеді? Табиғат, адам мен табиғаттың байланысы. Жақсы, тағы айтады. Экология. Жақсы, тағы да атау белгі болады, Каспий десек болады, Арал теңізін айтсақ болады. Сосын бұл экология мәселесі өте ауқымды дедік, дүние жүзілік тақырып болып табылады. Енді қараңыздар, экологияға байланысты осы мәселелердің шешімі бар деп ойлаймыз ба? Жақсы, қандай? Мысалы, бір мәселені, одан кейін бір шешімін айтып көрсек. Қане? Айтамыз.
салаға қазіргі өнеркәсіпті жатыр. Соның әсерінен фабрика, зауыттар көптеген түтін шығарады. Және де оны ауыр зиянын кішкене әлсірету мақсатында олар өткізіп бізге атмосфераға таза ауа шығарады. Жақсы, жарайсыз. Күрделі мәселені ақыр көрсетті, иә, шешу жолын көрсетті ма? Көрсетті, тағы бір мәселе керек бізге. Тағы қандай мәселені айтасыз болады? Мысалы, мұхиттың ластануы. Мұхит немен ластануы мүмкін? Пластиктермен. Ағын сулармен. Сосын? Мұнаймен. Жақсы, сіз айта қойыңызшы. Қалай шешсек болады дәл осы мәселені? Менің ойымша, бұл жерде де сүзгіні қолдануға болады. Себебі фильтр арқылы біз мұнайды суға жібере алмаймыз. Жақсы, таза, иә? Фильтрден өткізіп бар, сүзгіден өткізіп. Жақсы, айта қойыңыз. Қоқысқа бастамай, мысалы, қоқысқа бастамай, оларды қайтадан өңдеп, мысалы, парақтарды қайтадан өңдеуге болады, және де соны қайтадан пайдаланса болады. Сол кезде біздің экология аудандарымыз болады. Жақсы, сонда мұнайдың қалдығын біз қайтадан пайдалана алады екенбіз, иә? Жақсы, енді қараңыздар. Мына жерде берілген терминдердің барлығы топырақ. Бұның барлығы неге байланысты? Экологияға байланысты. Дәл осы сәтте біздің бүгінгі тақырыбымыз әлемдік экологиялық мәселелер. Кітапты ашамыз, дәптерге бүгінгі күнді жазамыз. Я. Ішінде талап ететін көптеген экологиялық мәселелер бар. Бұл Каспий және Арал теңіздері мен Балқаш көлінің мәселелері. Бұл мәселелердің туындауы адам әрекетіне тікелей байланысты. Аса маңызды мәселелердің бірі Каспий мәселесі болып табылады. Каспий теңізі аймағы мұнай мен газ табудың маңызына әкеліп соқты. Ауыл шаруашылық жерлердің ауданы кішірейді. Каспий маңында орналасқан кен орындары су басу қаупінде. Бұл теңіз флорасы мен фаунасының тіршілік етуіне әкеліп соғуы мүмкін. Екіншіден, мұнай және газ кен орындарын игеру аудан экожүйесінің өзгеруі мен белгілі балық түрінің жойылуына әкеліп соқты. Үшіншіден, еділден су қоймаларының салынуы мұнай өнеркәсібінің дамуы күннен күнге Каспийдің экологиялық жағдайын нашарлатуда. Жақсы, енді қараңыздар сіздерге бұл жерде бірінші талқылау сұрақтары, екінші болжамды жауаптар. Бұны топпен орындайсыздар, үш сұрақтан құрастырамыз, ал жауапты жазбайсыздар, иә? Оны екінші топ жауап беретін болады. Сол үшін өте актуалды, өзекті сұрақтарды қоюға тырысыңыздар. Сіздерге сұрақ құрастыруға 3 минут уақыт беріледі. Сіздер қалай? Бір-бірлеріңізге сұрақтарды ауысты. Бұдан да жауап береміз. Ауызша кесел Жазыңыздар енді. Ауызша қысқа нұсқа белгілеп алып, одан кейін ауызша толықтырып бірінші сұрақ мұқият тыңдаймыз. Бірінші сұрақ, Болды, жазып толғарамыз. Тыңдаймыз. бірінші сұрақ, ең басты өнеркәсіп түрлерін атап шығ. Тау-кен және құрылыс материалдарын өндіру, энергетика, қара және түсті металлургия өндіру. Жақсы. Жауаптысы? Екінші сұрақ, Каспий теңізінің үш экологиялық проблемасы. Біріншісі ол мұнай, екіншісі газ,
Үшінші сұрау балықтардың азаюы, бір түрінің жойылуы. Жақсы, дұрыс қой, иә? Үшінші сұрақ, Қазақстандағы экологияны қалай дамытуға болады? Бірінші Экспо 2017 көрмесінде көрсеткенде балама энергиясына көшу, екінші зауыт фабрикаларда қаладан тыс жерде орналасқан. Жақсы. Жауап қолданады ма? Жақсы, үш сұрақты үшеуі де дұрыс, жарайсыздар. Екінші топ. Жауап береміз. Бірінші сұрақ, ол не себепті Арал теңізі тартылды? Өзбекстан Түркменстаннан келетін Сырдария өзені арнасынан оңтүстік Қазақстаннан бұрылып, жаңа арна ашылды. Жақсы. Жауап қабылданады ма? Дұрыс, иә? Жақсы. Келесі. Қазақстанның экологиясына болашақта қандай болатынына баға беріңіз. Егер экологияны дұрыс ұстауға ешқандай әрекет болмаса, онда жағдай күннен күнге нашарлайды деп айтуға болады. Үшінші сұрақ, не себепті экология мәселесі жаһандық мәселеге айналды, оның шешім жолдарын ұсыныңыз. Өйткені тек бір мемлекет емес, барлық мемлекеттер әлем түгелімен экологияны бұзғандықтан, зымыранның ұшуынан, ауаның бұзылуынан, теңіздің ластануынан жаһандық жылыну әкелді. Оны шешу үшін барлық затты өз шегіне пайдалану керек. Жақсы. Жауап қабылданады ма? Дұрыс жауап беру, жақсы, жарайсыздар. Үшінші топ. Қазақстан негізгі экологиялық проблемалары қандай? Біз оған атмосфераны мысалға келтірсек, Семей ядролық полигонында ядролық сынақтар өткізгеннен кейін әлі күнге дейін адамдардың ахуалына немесе тіпті денсаулығына да зор нашар зиян тигізді. Иә. Осы ауаға тарап біздің денсаулыққа көптеген зиян тигізеді. Және де автокөлік көптеген зауыт фабрикалардан мысалы ауа ағымының 60%-ын алып жатыр. Сол себепті бұл да оның себептері жатады. Жақсы. Енді екінші топқа екінші сұрақты өздеріңе қойсаңыздар, бұл сұрақты мен түсінбедім, иә? Өздеріңіз жауап берсеңіздер. Су алқаптарының тартылу мәселесін қалай шешуге болады? Су алқаптарының тартылу мәселесін қалай шешуге болады? Жауап берейінші. Иә, жауап беріңіз. Мысалы, бізге су арналары біздің өзімізден емес, басқа мемлекеттерден де, мысалы, жайық келді өзендерін алатын болсақ, олар мысалы Ресейден, Ертіс өзенінде Ресейден, ал Іле өзендері ол Қытайдан, Қырғызстаннан келеді. Сырдарияны алатын болсақ, ол Өзбекстаннан. Яғни басқа мемлекеттер ол трансшекаралық өзен болып табылғандықтан, бізге мемлекеттермен дипломатиялық келісім жүргізіп, өзендердің арнасын толықтай ашуға қалай келісім алу керек. Ал біздің білуіміз бойынша өзендер толық емес, жартылай ғана біздің елімізге ғана жіберіледі. Жақсы. Енді қарай керек деп есептейсіз, иә? Толықтай ашса болады. Жақсы. Сіз? Менің ойымша бұл сапа су алқаптарының тартылу мәселесіне грунттық суларды құтыру арқылы байланыстырсақ болады. Жауап қабылданады ма? Жақсы. Жақсы. Өткізейік. Жарайды. Стиль түріне өттік. Оны стиліне өттік, иә? Содан кейін термин сөздерді өттік, иә? Термин сөздер дегеніміз не екен? Жақсы. Белгілі бір атауды білдіретін, иә, ұғымның толық есі түсінігі, иә, термин сөздер. Енді қараңыздар, осы Қалған мәліметтерді, негізгі мәліметтерді ғана жинақтап жатыр. жақсы. Жалпы мәтін дегеніміз не? Мәтін дегеніміз не? Белгілі бір ойды білдіретін, бірнеше сөйлемнен құралатын, иә, сөйлемдер жүйесі, иә, ол барлығы жүйеленіп келеді де, бір нәрсеге анықтама береді, немесе бір нәрсе туралы хабарлайды, иә, түрлі мәтін түрлері бар. Ал дәл осы жинақы мәтін, бұл түпнұсқа мәтіннің былай алып тұрсам қаймағы болып табылады. Яғни соның ішіндегі барлық өзіміз түсінген материалдарды бұл жинақ мәтінге өз ойларымды қосуға болмайды. Сол мәтіннен алынған материалдарды қысқартып, түп нұсқа қылып жасап шығады екенсіздер. Яғни жинақы мәтін дегеніміз осы. Бірінші мәтінмен танысыңыздар жылдамдатып, одан кейін сол мәтінге байланысты жинақы мәтін жазып шығарасыздар. Қане, бастаймыз, иә. Оқыңыз кетейін. Бұл экологиялық жағдайдың нашарлануы адам іс-әрекеттерінен оның тұтынуымен байланысты болып келеді, қауіп төндіреді. Жақсы. Жинақы мәтін болды ма? Қане, қалай ойлайсыздар? Қалай ойлайсыз? Жинақы мәтін болды ма? Иә, болды, иә. Не себепті? Бүкіл ақпараттарды оқып, өзіңді жүйеге өткізеді. Жақсы. Барлық мәтіннің нұсқасы, иә? Қысқа нұсқасы. Жақсы оқыңыз. Адамның шаруашылық әрекеті қоршаған ортаның жағдайдан тыс салыстырмалы алып келеді. Ең аз өнеркәсіп түрлеріне
калген және құрылыс материалдары өндіру өнімдерін құртады. Кен байыту фабрикаларының мыжалардан шығатын он түтін тіркелік үшін зиян. Жалпыламайтын себебі бұл жерде мен тек қана жалпылама ғана төлемдерді ғана атап шықтым. Мысалы ретінде кен байыту фабрикаларының осы зияндығы бар екенін айттым, және де мәтінде толық мәтінде оның қосымша қандай зияны бар екенін айтылған. Жақсы, сіздікі сонымен жинақ мәтін болды ма? Жақсы, жарайсыз. Аха, Данияр. Технологиялық жағдайдың нашарлауына екі негізгі фактор әсер етеді. Бірінші антропогендік фактор, екінші табиғат өзін-өзі ластауы. Екінші ластаушы фактор туралы 20 ғасырдың ортасында Вернадский ғалымы айтып кетті. Ал антропогендік факторларға өте көп мәселелер жатады. Шаруашылық, өндіріс және тағы басқалары. Және де осы мәселелерді шешу үшін және де оларды бақылау үшін Біріккен Ұлттар ұйымы мониторинг жүргізуде. Жақсы, жарайсыз. Сіздікі? Ойынны қазір 3 топ болып жасамыз. Енді топпен жинақ беремін. Бұны сіздер теңіздеп есептеңіздер. Оның ішіндегі қағаздар, бұл теңіздегі мәселелер. Бұл проблемалар. Енді сіздер не істейсіздер проблемадан тазарту үшін? Қалай ойлаймыз? Қалай алып Ручкамен. Жоқ. Сіздерді табу керек. Сіздерді табу керек, сосын тақтаға келіп жазу керек. Мынау сіздердікі. Қане? Жылдам. Қай топ? Ішінде барлық сөз талап жазады. Атмосфераға күлгін шығаруы, екінші пайдалы қазбалардың өндірілуі, үш мұнай газ өндірісі, төрт оның ластануы, бес сапасы төмен жанармайлар, алты хром фосфор өндірісі. Жақсы, жарайды. Алтауы да есептелмеді. Алтауы да мен өзім жазған тіркестер. Екіншісі оқимыз. 20 миллиард тонна қалдық. Екіншісі сапасы төмен жанармайлар. Үшіншісі мұнай мен газ өндіруі. Төртіншісі қорғасын мырыш. Бесіншісі фосфор хром өндірісі. Алтыншысы атмосфера күлдің шығарылуы. Атмосфераға күлдің шығарылуы. Жақсы. 6. Енді үшінші топ. Сіздер оқып берсеңіздер. Тіркес 20 миллиард тонна қалдық қорғасын мырыш. Сапасы төмен жанармай есептелмейді. Апа неге? Мырыштың жанында болды. Қорғасын үтір мырыш. Солай жазыңыздар ма? Жанында жазу керек. Жақсы. Ауа ластануы, атмосфераға күлдің шығарылуы және пайдалы қазбаларды өндіру. Сонымен неше болды? 6. Жақсарту үшін қолынан не келеді? Қане, үш оқушы. Қол көтерейікші. Сізден қолынан не келеді? Экологияны жақсарту үшін менің қолымнан не келеді? Әркім өз үшін жауап берсін. Қане, балдар жауап берсін. Сіз жауап беріңіз, сосын сіз жауап беріңіз. Қане, бастаймыз. Экологияны жақсарту үшін менің қолымнан не келеді? Экологияны жақсарту үшін негізі әрбір адам өзіне бастау керек деп есептеймін. Себебі жай ғана қоқысты лақтыра салу ол үлкен қауіп-қатер. Ең біріншіден ол айналамыздағы жануарлар мен құстарға кері әсерін тигізеді. Себебі біздің қоқысымыздың кесірінен олар соның кесірінен олар қырылып қалуы мүмкін. Және біз
қоқысты тек қана лақтыра салмай оны арнайы жәшіктерге қайта өңдейтін жәшіктерге салып экологияның жақсаруына және теңіздердің ластануының мөлшерін кішкене болса да азайтуға. Экологияны жақсарту үшін мен мысалы үйдің ауласына көптеген өсімдіктер, ағаштар отырғызушы едім. Және де оларды әрбір айына 2-3 рет ауланы жинау және қоқыстарды өзімен бірге жинау және оларды қайта өңдеу. Жақсы, жарайсыз. Топ арқылы біз тағы сөз таптық. Иә? Таптыңыздар? Иә. Ауаны токсиндермен уландыру. Жарайсыз. Бірінші айтып қойдым. Сондықтан да. Жоқ, бізде батыр. Сіздерде қандай сөз? Газдарды тазартудан бас тарту. Газдарды тазартудан бас тарту? Иә. Ондай сөз жоқ қой, иә? Жақсы, онда сіздерде. Жақсы. Жақсы. Сіз не айтасыз? Экологияны жақсарту үшін қолынан не келеді? Иә. Әрбір адам өзін дұрыс ұстаса, экология таза болады. Әрбір жерге қоқыс тастамай, қоқыс орындарына қоқысын тастап, және де мен ойымша электромашиналар көбірек болса, ауа жақсы тазартылар болады деп ойлаймын. Жақсы, мынаған. Иә. Қане? Кеттік. Енді сіздерде жылдамдатамыз. Сосын тақтаға қараңыздаршы. Бүгінгі сабақ бойынша рефлексия жазып беріңіздер маған. Түсінікті болса басына птичка қоямыз. Яғни белгісін. Ал одан кейін не белгісі? Қарау керек тақырып болса. А мүлдем түсініксіз болса минусты қоямыз, иә? Қайсы тексерейік сіздерді? Дұрыс. 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 Дұрыс болсын. Қарайсыздар? Жақсы. Тақтаға қарап отырыңыздар, иә? Қайсысы? Шөл тауығы қараңыздар. Тоқты балақ, қозы балақ деп тұр ғой. Дуадақ бұл дұрыс. Кеттік. Састап бақ келелерде сексеуіл арасында мекендейді дене тұр ғой. Жалман, дұрыс. Қойға ұқсас, дөңес қымсықты. Бұл ақ бөкен. Жақсы. Жарайсыздар. Артына өз қалауларыңызбен аттарыңызды жазсаңыздар болады. Ал жақты жоқ түсіндік. Біз топпен жұмыс істедік. Үй тапсырмасын алдық. Экологиялық мәселелер туралы жаңа ақпарат алдым. Маған бәрі ұнады. Менің 5 сөзім жақсы түсіндім. Топпен ақпарат ұнады. Соңғы сөзім түсіндім. Түсіндім. Жақсы, жарайсыз. Келесі. Иә. Кім оқиды? Сабақ ұнады, өте қызықты өтті. Маған әсіресе сөздерді тақтаға тауып жазу ұнады. Топта барлығы өте белсенді қатысып, экологиялық мәселелерді кеңінен қарастырды. Жақсы. Болды. Ойын және тапсырмалар қызық өтті. Барлық сабаққа белсенді қатысты. Көптеген жаңа ақпарат білдім. 5 сөз түсінікті, қызықты, ұнады, білдім, белсенді. 1 сөзім түсінікті. Жақсы, жарайсыз. Яда? Мен сабақтан толық меңгердім. Тобым қатты ұнады, жұмыс жасау ыңғайлы болды. Сонымен қатар жаңа ақпарат алдым. Үй жұмысы берілді. Ата креативті ойын тапты. 5 сөз меңгердім. Топ жаңа жұмыс креатив. 1 сөзім меңгердім. Жақсы, жарайсыз. Енді үй жұмысы түсінікті болса жазып аламыз. 12 дейтін ол ма? 10 дейтін 8 ол. Жақсы. Эдуардта 12 балл дейді. Иә, балды кім қойды, Эдуард? Жақсы. Оқыңызда әркімге қойған балдарыңызды айтып беріңізші. Мынаған мына себепті балды мынанша қойдым деп. Иә? Ғайшаға 10 балл, өйткені ол бар. Оларға белсенді қатысты, білмегенде дәл солай.
нұрғисаға келетін болсақ, нұрғиса тек қана оқыды десек болады, сол үшін 8 балл. Жақсы. Ал мен барлық жақта белсенді қатысып болады. Жақсы, онда Эдуардқа 15 балл қояйық, иә, Эдуард? Барлығына белсенді қатысты. Нұрғиса, үшеуінде де 10 балдан екен, иә? Түсінік бере аласыз ба? барлығы туралы айтып кететін болсақ, топтар жүйелі ойнадық, барлық тапсырмаларға өзіміз белсенді қатыстық, әрбір сұраққа жауап беріп отырдық, сондықтан да мен осы бағаны жеті деп ойлаймын. Келісеміз ба? Эдуард, келісеміз ба? Қыздардың балымен сіздің жүйеңіз